Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде Зияткер подкаст. Бүгін бізде қонақта Зияткер Тұран мектебінің авторлық бағдарламасының жетекшісі Жаутиков Арставлет Абдуллаевич. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді бір қысқаша таныстырып өтсеңіз көрермендерге. Жалпы ұстаздық жолда жүргеніме міне 17 жыл болған екен. Жалпы 2009 жылдан бастап еңбек өтілім басталған. Өзім химия пән бакалаврды аяқтағам 2009 жылы. Содан бастап университетті аяқтағаннан кейін жаз мезгілінде қаладағы мектептерге өз резюмемді таратып бастадым. Сол кезде бірнеше мектептерге кіріп шықтым. Ұлттық бірыңғай тесттің қарқын кезі еді. Барған мектептерде сол ұлттық бірыңғай тест бойынша тест қабылдайтын директорлер. Сол еңбек өтілім 2009 жылы осы Шымкент қаласындағы нөмір 2 дарынды балаларға арналған 3 тілде мамандандырылған мектеп интернатынан бастағам. Сол жерде жалпы 3,5 жыл химия пән мұғалімі қызметін атқардым. Әрине, дарынды балалармен жұмыс істеу көпшілігі ойлайды оңай деп. Негізінен дарынды балалардың сұранысы көп болады. Яғни жұмыс істеу маман мықты болмаса қиын. Яғни бала мұғалімдерді талғайды, қарап отырып білімін сынайды. Яғни оңай емес, бір сөзбен айтқанда. Жалпы сол жерде 3,5 жыл химиялық пәннен ұстаз болып қызмет атқардым. Балаларды облыстық олимпиадаға, республикалық олимпиадаға дейін жеткіздім. Сол 3,5 жылда сол жерден педагогика саласында өзін еңбек өтілімді арттырдым. Олимпиада бойынша химия пәннен. Сосын 2013 жылы ақпан айынан бастап қаламызға Назарбаев зияткерлік мектептері салынып бастап келгеннен кейін осы 2013 жылы Назарбаев зияткерлік мектебіне жұмысымды ары қарай жалғастырдым. Әрине, ол жерде де тестпен қабылданды. Әрбір жұмысына Аллаға шүкір тегін өз біліммен қабылдандым. Бірінші жұмысымда да, екінші жұмысымда да тест тапсырып, сұхбаттастан өтіп, жұмысқа қабылдандық. Жалпы екі мектептегі айырмашылық. Біреуі қаладағы дарынды бала мектебі. Ол жерде менің пәнім, яғни химия, өз класстар болатын. Химия класс, химия биология класс, физика химия класс, математика барлығында тереңдетілген. Сынып 2-ге бөлінеді. 12-13 бала отырады алдында. Яғни 3,5 жыл 12-13 баламен үйренгенсің, және мықты балдар. Дарын мектептегі бір айырмашылығы 90-ға оқушы 3-ке шығатын болса, яғни мектептен шығатын. Балдар жанталасып оқиды. Яғни конкуренция бар деген сөз балдарда. Қай жерде конкуренция бар, сол жерде білім болады. Жалпы тәрбие жағынан да, тәрбиесі де өте жақсы, білімі де жақсы болды. Ары қарай Назарбаев зияткерлік мектебіне ауысып келгеннен кейін, ол жерде бағдарлама шамалы өзгеше болды. Алғашында химия биология бағытындағы Нұрсеттағы Назарбаев зияткерлік мектебіне істедім. 2014 жылдан бастап барлық зияткерлік мектептер жаратылыстану математика бағытындағы тереңдетілген мектеп болып ауысып кетті, бірыңғай. Және сол кезден бастап Кембриджбен бірге НАС программасын құрастырды. Бағдарлама құрастырудың мүшесінің құрамында болдым, және бағалау жүйесінің мүшесінің құрамында болдым. Оқушыларды сыртқы жиынтық бағалауға дайындап жүрдік. Яғни бір сөзбен айтқанда Назарбаев зияткерлік мектеп желісі ашық алаң болып ашылды ғой. Трансляция дейді ғой. Яғни сол жерде бағдарлама зерделенеді, және жалпы орта мектептерге таратылады. Формативті бағалау, 90-дық жиынтық бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалау, сол жерде кеңінен жұмыс жүргізілді. Және
бағдарламаның мына спиральдылығы, яғни барлығын сол жерде үйрене бастадық. Енді менің бір ұтымды болғаным, алғаш жылында халықаралық тәжірибелерді көп бөлісетін олар. Шетелдік ұстаздар болды, әрине. Шамамен алғаш жылдарда 15 шетелдік ұстаз болды. Олардың тәжірибесін аламыз. Кейіннен 14-ші жылы Германия қаласында тәжірибеден өттім. Жаңа өзімнің пәнім бойынша химия пән мұғалімі болып қызмет атқарған кезде зертханалық жұмыстарды қалай кіріктіруге болады. Яғни атақты Фиви компаниясы мынау химиялық оборудованиелерді шығаратын. Сол компанияның заводында болдық және сол жерден тәжірибе алмастық. Алған тәжірибемді келіп Назарбаев зияткерлік мектептерінің желісінің арасында тараттым. Яғни зертханалық жұмыстарды қалай жұмыс жасауға болатындығын. Әрине ол балдар үшін де жақсы. Көп жағдайда мысалы мектепке тәжірибе таратуға барған кезде оларда қондырғылар болады. Бірақ мектеп соны дұрыс пайдаланбайды. Әрине оларды да мүмкін оқыту керек шығар, түсіндіру керек шығар, қалай жұмыс істеу керек шығар. Мүмкін сол нәрсе жетіспегеннен ол мұғалімдер қалай қолдану керектігін білмегеннен кейін тоқтап қалатын шығар. Лондон және Кембридж қалаларында тағы да білімді жетілдіріп, сол жерде курстан білім алдым. Сол білімдерімді ары қарай сол жерде Назарбаев зияткерлік мектептерінің ішінде өзімнің алған тәжірибелерімді тараттым. Өте жақсы. Менің есімім Мақсат Нұрғат Талғатұлы, Зияткер Тұран мектебінде химия пәні мұғалімі, және де медиа маманы болып жұмыс жасаймын. Өте керемет. Енді ең алғашқы біздегі сұрақ, жалпы Зияткер Тұран мектебінде авторлық бағдарламаға біршама өзгерістер жасалды. Сол өзгерістердің жалпы мақсаты қандай, және де артықшылықтары не болмаса, бұрынғы оқу бағдарламасынан бір ерекшеліктері қандай, сол туралы ой қозғасақ. Жалпы жаңа айтып өттім, дарынды мектепте жұмыс істедім, одан кейін Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істедім. Сол жақтан алған тәжірибелерім, 17 жыл педагогикалық өтілім, соның 8 жылы директордың оқушы жөніндегі орынбасарлық қызметін атқардым. Яғни шетелдік, Кембридждің оқу бағдарламалары қалай кірді, соның бәрін көргеннен кейін, осы 25 жылы сәуір айынан бастапнан зияткерлік мектептерге, Тұрандағы зияткерлік мектепке жұмысқа кіре бастадым. Сол кезден бастап жалпы 2 ай бақылауда жүрді. Мектепте қалай, не өзгеріс бар, қандай білім алып жатыр, оқушылардың деңгейі қандай деген. Соған байланысты біз зияткерлік мектепке біршама өзгерістер енгізейік деп шешім қабылдадық. Жалпы зияткерлік мектептердің өзінің беделі бар. Мектеп қаладағы, олар көбінесе Назарбаев зияткерлік мектепке, білім инновациялық мектепке, Алматы және Астана қаласындағы РФМШ мектептеріне оқушыларды түсіруге өте көп септігін тигізіп жатыр. Яғни балалардың болашағына жарқындық беріп жатыр деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Құрылтайшылармен ақылдаса келе, ары қарай зияткерлік мектепте шектеулі ғана бала, жалпы 144 бала ғана қабылдайды. Конкурсқа 1000 бала қатысады. Соның 144, яғни бір орынға 10, 12, 15-ке дейін таласатын жағдай болады. Әрине барлық балаға түсуге мүмкіншілік жоқ. Қалған балалар не істейді деген ой туындайды. Екінші мүмкіншілік деген қарастырайық деп құрылтайшымен бірге сондай шешім шығардық. Ол деген сөз, Назарбаев зияткерлік мектебіне түсе алмай қалған балаларды ары қарай сол деңгейде оқушыларға білім беріп, солардың түсіп жатқан жоғары оқу орындарына осы зияткер мектебінің оқушыларында түсуге мүмкіндік береміз деген жұмыс атқардық. Жазы бойы жұмыс бірнеше бағытта жүрді. Ол ең бірінші математиканы тереңдетіп оқыту, сол жерде ағылшын тілін тереңдетіп оқыту. Неге? Өйткені шетелдік оқу орындарына түсу үшін
осы 2 пән бойынша емтихан тапсырады. Олар бірінші халықаралық IELTS емтиханы, екінші халықаралық SAT емтиханы. Екеуіне де ағылшын тілі керек, сыни ойлау керек және математика керек. Осы бағытта жұмыс жүргіздік. Топтар, Тұрандағы зияткерлік мектептің барлық мұғалімдермен сұхбат жүргіздік. Қай мұғалімнің потенциалы бар, сол мұғалімдермен ары қарай дамыту стратегиясын қарастырамыз деп. Яғни жаңағы екінші мүмкіншілік деп бекерден бекер айтылып жатыр ғой, жоқ. Неге? Өйткені әр баланың Қазақстандағы ең беделді жоғары оқу орнына түсуге мүмкіншілігі бар. Және шетелдік жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіншілігі бар. Сол бойынша жұмысты бастап кеттік. Бірнеше топтар болды. Ең бірінші 7-ші сыныптан бастап, яғни 1-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейінгі миссия, ол көп жағдайда оқушылардың алдына қойған мақсаты сол жерден зияткер мектептен білім алып, Назарбаев зияткерлік мектебіне түсіп кету, немесе білім инновациялық лицейлеріне түсіп кету. Енді түсе алмай қалған балдарға ары қарай мүмкіншілікті арттыру үшін біз халықаралық жаңағы IELTS емтиханына балама түрінде, яғни қалай дайындауға болатыны туралы бағдарлама жасап, сол бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз қазір. Яғни бұл жерде 1-ден 6-шы сыныпқа дейін бала мақсаты РФМШ, НИШ, БИЛ мектептеріне түсу болатын болса, одан кейінгі мысалға Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация мектептеріне түскен балалар грант жеңіп алады. Ал оған мүмкіншілігі болмағандықтан, орын саны шектеулі болғандықтан, содан қалған оқушылар ары қарай не істейді деген сұрақтың жауабы ретінде қарастырсақ та болады. Яғни 7-ші сыныптан бастап ары қарай жоғары оқу орындарына сол білімді дарынды мектептердің түсіруге мүмкіншілігі жеткізетін университеттерге, білім ордаларына, шетелдік университеттерге түсуге барынша ықпал жасайды ғой, былайша айтқанда осы бағдарлама. Әрине, жаңа айттық, негізгі 2 пән өте маңызды балдарға. Неге? Өйткені қазір таңда жаңалықтарды көріп отыратын болсаңыздар, білім және ғылым министрі Қазақстанға өте көп шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын немесе университеттің өзін шақырып жатыр. Қазіргі таңда 45-ке жақын университет және филиал корпустары бар. Шетелдік университет. Шетелдік оқулар. Демонфорт университеті, мысалы, Астана қаласында. Алматы қаласына Кайс университеті кіріп жатыр, Кореядағы топ 100-ге кіретін университет. Түркістан қаласында осы жылдан бастап Унсонг университеті ашылып жатыр. Яғни сол секілді өте көп университеттер Қазақстанға келіп жатыр. Қазіргі таңда 5 университет және толығымен кірген университет болып ашылған. Қалған 40-қа жақын университеттің ішіндегі кейбір факультеттер ашылған. Мысалы, Аризона деген университеттің факультеттері ашылған. Осындай. Олар бірінші кезекте ағылшын тілін сұрайды. Міндетті түрде ағылшын тілі. Міндетті түрде ағылшын тілін. Ағылшын тілін қалай дәлелдейді оқушы? Ол IELTS емтиханы, халықаралық. IELTS емтиханы балдардың 4 дағдысын тексереді. Жаңағы тыңдалым, listening дейді, айтылым, оқылым және жазылым дағдысы. Ол бірден келе қалатын дүние емес. Неге? Өйткені ол бізге ағылшын тілі 3-ші тіл ретінде қарастырылады. Неге? Өйткені бірінші ана тіліміз қазақ тілі, одан кейін бізге жақын сіңген орыс тілі, және 3-ші ол ағылшын тілі. Яғни тіл үйрену оңай емес. Ол үшін көп еңбек ету керек. Соны мына 7-ші сыныптан бастап сыныптарда арнайы жаңағы оқылым, reading сағат аптасына 1 рет қойылған. Ол жерде оқушы тек оқылым дағдысы бойынша жұмыс жасайды. Бөлек дағды ғой қалыптасқан, жалпылама емес. Тыңдалым аптасына 1 рет міндетті түрде тыңдалыммен жұмыс жасайды. Кино көреді ол жерден, подкаст көреді ағылшынша. Киноларын субтитрмен көреді төмен класстар, жоғары класстар субтитрсіз көріп, не туралы болып жатқан оқиға туралы жазады. Айтылым, яғни speaking клубтар,
и жазылымды жүргізеді. Одан бөлек General English дейді, яғни жалпылама ағылшын тілі 3 сағат бар. Жалпы аптасына 7 сағат ағылшын тілі жүргізіледі. Сонымен қатар математика тереңдетілген математикаға қосымша біз мынау халықаралық Америка құрама штатының емтиханы бар, SAT деген. Сол ағылшын тілінде, яғни балдарға бірінші түсіну қиын болады. Сол себепті біз 7 сыныптан бастап 7, 8, 9 сыныпта bilingual дейді, яғни екі тілді қылып бағдарламаға кітапша жазып дайындадық. Яғни 7 класста бала сол SAT емтиханның да кездесетін, яғни critical math деп аталады, яғни сыни ойлау математикасы ғой. Соны 7 класстан бастап қазақша және ағылшын тілінде сол есептерді шығара бастайды. Яғни мұғалімдер теория жүзінде қазақшасын түсіндіреді, тапсырма практикада ағылшынша есептер келеді. Яғни 7 сыныптан бастап SAT-дің емтихандарымен таныса береді. Бір сөзбен айтқанда, сыни ойлау тұрғысындағы математикамен танысады ғой. Аптасында 1 сағат бәлнегі SAT-дің 2-ге бөлінеді, critical math, critical reading writing деп аталады. Яғни сыни тұрғыдан оқу және жазылым дейді ғой. Жаңағы математиканы аптасына 2 рет 2 сағат дайындасақ, ал мынау сыни тұрғыдан оқуды аптасына 1 сағаттан енгізгенбіз. Әрине ол бірден ағылшынша емес, қазақша баламасында қандай іс-әрекеттері болады, осылардың негізделіп жүргізіледі. Өте керемет. Жалпы SAT, IELTS деп жатырмыз, ол шетелдегі университеттерге түсу үшін қойылатын талаптардың бірі деп айтып кетсек болады. Жалпы ол университеттерге түсу үшін бала, яғни 10 сыныпқа не болмаса 11 сыныпқа барғанда емес, 7 сыныптан бастап қадам жасау керек. Себебі ол тілді бірден меңгеріп кету оңай емес. Бұл былайша айтқанда балаға 7 сыныптан бастап осындай емтиханның бар екендігін, ода кездесетін сұрақтарды, ода кездесетін жалпы сол бағыттағы жұмыстарды 7 сыныптан бастап бала миына сіңіре бастайды. Енді осы жердегі сұрақ, жалпы шетелдік университетке не болмаса осы SAT-дан бөлек қандай нәрсеге ата-аналар аса назар аудару қажет, қалай ойлайсыз? Жалпы тек осы 2 емтиханмен ғана шектелмейді. Ол міндетті түрде жаңа шетелдік жоғары оқу орындарынан бөлек Қазақстандық Назарбаев университеті, Астана IT университеті ағылшын тілінде, яғни IELTS сұрайды бірінші кезекте. Себебі пән ағылшын тілінде өткізіледі. Қазақстанға да Қазақстанның ішінде де уже көптеген шетелдік оқу орындарына кіріп қойған. Солар Қазақстанда қалғанның өзінде де ағылшынша білу маңызды. Қазір заман талабы өзі. Ата-ана одан бөлек, осы емтиханнан бөлек ағылшын тілімен сыни тұрғыдан ойлау, математикасы сыни тұрғыдан ойлау, оқу, жазылудан бөлек оқушылардың шығармашылығымен айналысқан дұрыс. Яғни кружок дейді ғой. Бала кружокқа қатысып, белгілі бір нәтиже алу керек. Кружок адамды тұрақтылыққа алып келеді негізінде. Бізде көп жағдайда ата-аналар жай ғана қабылдайды. Кружокты негізгі пән ретінде емес, ол бір қосымша пән ретінде және немқұрайлық қарайды. Оқушыда ата-ана немқұрайлық қараған екен, оқушыда немқұрайлық қарайды әрине. Шын мәнінде ол кружок баланың белгілі бір дағдыларын қалыптастыруына алып келеді. Жаңа шетелдік оқу орындары балада осы қандай дағды қалыптасқан. Motivation letter дейді, яғни мотивационный письма дейді ғой, сол нәрсені. Яғни бала осындай жетістікке жету үшін не жасады, қандай басқа жұмыстар жасады деген міндетті түрде болу керек. Мысалы, спорт түрінен каратеге, таэквондоға, футболға, күреске, шахматқа қатысатын, ол спорттық. Енді шығармашылық кружоктар бар. Қол өнері, қыз балдар тігін, қыш, құмыра,
гончарный дейді ғой, сурет салу, дебат бар, оқушылардың еркін сөйлеу, өзінің ойын еркін қатысу, яғни шығармашылық осындай кружоктарға да. Яғни біз жаңағы пәндерден бөлек кружоктарды да кеңінен насихаттап жатырмыз негізінде. Балдар, әрине оны біз күштемейміз, себебі әр баланың өзінің қалауында болу керек. Сол бойынша дағдылану керек. Бала сол кезде белгілі бір нәтижелерге жете бастайды. Егер ондай баланың зейіні тұрақталады, яғни бір затпен, кішігірім затпен айналыса бастайды ғой. Үлкен жетістікке жету үшін кішкентай қадамдардан баста дейді. Яғни осы кішігірім қадамдардан жүріп бастауым қажет негізінде. Яғни оқумен қатар шығармашылықты да бала алып жүру керек. Дағды қалыптасу үшін, жан-жақты ойлай алу үшін, өзін ойын жеткізе алу үшін, яғни шығармашылық та маңызды деп білесіз. Ата-аналар да сол нәрсеге көңіл аудару керек. Әрине. Бізде жалпы негізгі стандартты пәндерден бөлек ата-ана тек көп жағдайда олимпиаданы ғана ойлайды. Пәндік олимпиада. Пәндік олимпиада негізінде көп еңбекті талап етеді ол. Мен өзім оқушыны 2009 жылы 10, 11, 12 жылдары дарынды мектепте жұмыс атқарған кезде жаңа республикалық деңгейдегі оқушыларды шығарғам. Сол 3,5 жылдың ішінде, қысқа мерзімде. Сол кезде жаңа олимпиадаға қатысатын балдар көп еңбек ететін, күндіз-түн оқиды. Бересіз тапсырманы орындап келу керек. Бір айда кей жағдайда бір кітапты бітіріп тастайтын жағдай болады. 8 класс, 9 класстың оқушысы негізгі жалпы орта мектептің бағдарламасын бәрін біліп шығу керек. Ойлай беріңіз, олимпиадаға жету үшін. 7-нің, 8-дің, 9-ның, 10-ның, 11-дің де тақырыптарын біліп шығу керек. Одан бөлек жаңағы күрделі есептерді шығару. Оның бәрі үлкен еңбек. Кез келген нәтиже еңбекпен келеді. Жай ғана жүріп ешкім нәтиже жетпейді. Қазіргі жағдайда көп ата-ана баласының жанын қинағысы келмейді. Ол үлкен проблема алып келіп соғады. Неге? Балада шамалы қиындық туындап жатса, ата-анасы бірден арасына түсіп бастайды. Балаға дұрыс емес іс-әрекет көрсетеді. Оны көрген бала әрине жанын қинағысы келмейді. Ол нәрсе әдеттегідей қалып болып, оның бойына сіңе береді. Соңында ешқандай нәтиже көрсетпей қалады бала. Ең қауіпті нәрсе осы. Кез келген жерде бір жақсы нәтиже жету үшін өзгеріс керек. Кіші өзгерістен ауқымды өзгеріске дейін. Қоғам соған дайын болу керек. Көп жағдайда біздің ата-аналар өзгеріске дайын болмайды. Қарсы өздерінің ойларын білдіріп жатады. Дұрыс еместігін қолдау азырақ болып жатады өзгерісте. Кей кезде жалғыз өзің күресуің керек болады. Барлығына. Бір нәтижеге жету үшін қайтпау керек. Нәтижеге түбіне жеткенше. Кез келген өзгеріс бір жақсы нәтиже алып келеді. Мысалы, қарапайым Эдисонның мысалын келтіретін болсақ, жарық лампасын алып келу үшін қанша мәрте қателік жіберді. Бірақ түбінде адамзат баласына жарық шамын алып келді. Әрбір тәжірибесінен ол бір сөзбен айтқанда сынып қалған жоқ. Әрбір тәжірибесі қателік шыққан сайын ол ары қарай жұмыс жасай берді. Сабақ алып отырды. Адамның бойында табандылық дейді ғой. Табандылық, шыдамдылық болу керек. Сол кезде белгілі бір межеге жетеді. Осы бойынша біз зияткерлік мектепте аптасына 2 күн reading time енгізгенбіз. Балалар 20 минут сыни тұрғыдан мәліметтерді оқиды және сол бойынша сұрақтарға жауап береді. Көп жағдайда сұрақ нақты жауап бар сұрақ емес,
баланың сыни ойын дамытатын сұрақтар. Әр баланың ойлауы әртүрлі. Біреу, мысалы, 1 деген сан жазатын болсаң, жоғарыдан төмен қарай жазады. Ал бір бала керісінше төменнен жоғары қарай жазады. Яғни барлық балдар бірдей бақта жүреді деген сөз емес. Яғни әр адамның өзінің ойлауы әртүрлі. Reading таймда тақырыптар өте ауқымды. Балдарының тәрбиелік мәнін арттыратын, құндылық бойына сіңіретін, құрмет, адамзат баласына, табиғатқа құрмет, яғни соның барлығы оқушылардың өн бойындарына сіңдіріп жатырмыз. Неге? Ол себебі кез келген ол өзінің нәтижесін қазір бүгін ертең бермесе де, белгілі бір уақытта ол нәтижесін береді. 100% оқушыға бермесе де, 10% оқушыға береді. Бірақ нәтижесін береді деп енгізіп жатырмыз. Яғни бұл жерде тек қана оқумен емес, тәрбиені қатар алып жүру қажет. Әл-Фараби атамыз айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Мен үнемі оқушыларға айтам, бірінші кезекте бойларыңа тәрбие сіңгізу керек, одан кейін барып білім. Шығармашылық тұрғыдан емес, сонымен қатар оқушылардың физиологиялық іс-әрекетінде дамыту керек. Қазіргі балдар ұялы телефонмен өте көп отырады. Зияткерлік мектепте қазір ұялы телефонсыз орта деп осы нәрсені насихаттап жұмыс жүргізіп жатырмыз. Барлық оқушылар арасында телефондарын өткізеді, қайтып бара кезде алады. Және түскі уақытта оларды мынау флешмоб дейді ғой. Флешмобта Қазақстанда ең бірінші осы Назарбаев зияткерлік мектептер, қателеспесем, мүмкін қателесіп жатқан шығармын, басқа жақта да болған шығар, бірақ менің тәжірибемде ең бірінші көргенім сол Назарбаев зияткерлік мектептерінде сол дене қозғалыс күніге болады ол жақта. Бірақ біз енді күнде емес, аптасына 2 рет. Ол бекерден бекер қойылып жатқан жоқ. Мынау әрине бізде оқушылар интернетте жатып оқымағаннан кейін келіп оқиды. Негізінде таңертең жасағаны дұрыс. Бірақ бізде оқушылар таңғы 8:15-тен 5-ке дейін болады. Столда отыра беру бала адам ағзасына зиян негізінде. Сол себепті түсте 1 сағаттық үзіліс бар, 45 минут, 50 минуттық үзіліс бар. 50 минуттық үзілісте түскі асын ішеді, және жаңағы 20 минутте reading time оқиды, флешмоб болады. Осы өзгерістерді алып келдік. Жақсы. Жалпы бізде білім жалпы кітапта дейтін болсақ, сол кітапта тірілтіп оқушының жүрегіне жеткізетін бұл мұғалім, яғни білім мен оқушының арасындағы былайша айтқанда көпір деп айтсақ болады. Сол енді бұл өзгеріс, яғни бағдарламада біршама өзгерістер болды. Сол өзгерістер мұғалімдерге әсері қалай болды? Не болмаса қандай да бір әдіс тәсілдердің артықшылықтары бар ма деген секілді. Сол туралы айтып кетсеңіз. Жақсы, жалпы әлемдік деңгейдегі мемлекеттердің білім сапасын 15 жастар аралықтағы оқушылардың PISA халықаралық емтиханын саралайды. Сол жерде көріп отырсаңыздар, жақсы нәтиже көрсететін Қытай мемлекеті, Сингапур мемлекеті, Корея, Европадан Эстония, кәрі құрлықтан Эстония, қазір соңғы уақытта Финландия мемлекеттері. Бірақ мынау кәрі құрлық мемлекеттер мен шығыс мемлекеттерінің, үнді Қытай мемлекеттерінің айырмашылығы екі түрлі. Сингапурда жалпы білім сапасы қазір қарайтын болсаңыздар алдыңғы қатардағы нәтиже көрсетеді. Неге? Өйткені
білім саласына мемлекеттік деңгейден қатты көңіл бөледі. Ол жерде бірнеше саралау жүреді екен Сингапурдың мектебінде. Бастауыш мектеп 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін. Бастауыш мектептердің зданиясы бөлек. Medium school дейді, орта мектептері. Орта мектептері 6-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін. Олардың зданиялары бөлек. High school дейді, яғни жоғарғы мектептері 11 мен 12-лер. Негізгі мектептен орта мектепке өту үшін мемлекеттік деңгейде бір емтихан жүреді екен. Өздерінің мемлекеттік емтихан. Сол бойынша оқушылар бір сараланады. Мықты оқушылар мықты мектептерге барады. Орта оқушылар орта, төменгілер төмен мектепке. Біз осы методиканы енгізіп кірдік. Қыркүйек қазан айларында жалпылама оқушыларды сынып бойынша оқыттық. Мониторинг алдық. Мониторинг нәтижесі бойынша 2-ші тоқсаннан бастап группаға бөлдік. Қазақ топтары, мысалы, 4 класс болса, класс көп болса жақсы да, 4 класс болса, 4 деңгейдегі топқа. Жаңа айтып тұрмын ғой, басында қарсылық көп болды. Дұрыс емес деген ата-аналар тарапынан да, балдар да, яғни сыныппен отырған, енді математика сабағында әртүрлі сыныптан жиналады, мысалы. 4 қазақ класс болады болса, мысалы 7-ші A, B, C, D. 1-ші топта 4 топтың да аралас оқушылар отыр. 2-ші топта да, яғни сыныптас емес. Енді әрине бір мектепте оқып жатыр, дегенмен де ыңғайсызданады, ұялады. Осы өзгеріс пән мұғалімдеріне қолайлы болды. Құптады мұғалімдері. Басында мұғалімдерде ойланған, негізінде қалай болады, дұрыс емес шығар деп. Кейіннен олардың көзі жетті, негізі жеңіл екен. Не үшін керек бұндай өзгеріс? Бір сараңды іс-әрекет қиын негізі. Неге Назарбаев зияткерлік мектептері жақсы нәтиже көрсетеді? Неге дарынды мектептер жақсы нәтиже көрсетеді? Себебі ол жерде іріктеліп алады. Менің айтпағым, мұғалім алдында отырған 16 бала немесе 20 бала бірдей деңгейдегі балдар. Яғни олармен жұмыс істеу мұғалімге оңайырақ әртүрлі деңгейдегі балдарға қарағанда. Біз айтамыз ғой, мысалы Қытайда немесе Сингапурда сыныпта 40 бала отырады. Бір сыныпта 40 бала отырады. Қалай? Біз игере алмай кетеміз ғой дейді. Мынау халықаралық қауымдастық бар, жалпы тәжірибелерді зерттейтін. Сол жерде мен алғашқы кезде мұғалімдерге сол сауалнамаларды қойғам. Біздің мұғалімдердің көзқарасы қалай? Жалпы көп жағдайда қайшылық келді. Мысалы, сыныптағы оқушының саны оқушының алатын білім сапасына, яғни қатты әсер етпейді екен. Ол енді менің айтып отырған ойым емес, ол халықаралық деңгейде зерттелген. Сыныпта 20 бала болса да, 40 бала болса да айырмашылық жоқ екен. Енді қандай жағдайда деген екінші сұрақ бар. Егер де алдында отырған 40 баланың деңгейі бірдей болатын болса, онда айырмашылық жоқ. Өйткені мұғалімге де оңай. Бірдей тапсырма, барлық балаға бірдей түсіндіреді. Прогресте бірдей. Мұғалім не айтып отқанын 40 балада біліп отырады, 20 балада отырады. Ал егерде 40 баланың деңгейі әртүрлі болатын болса, онда қиын, үйрете алмайсыз. Яғни ол жерде сан емес, деңгейге байланысты. Иә. Баланың қабылдауы да, прогрестің болуы, қандай да бір білімнің шыңдауы санға емес. Санға емес, жаңағы. Осы жерде екінші үй тапсырмасында, мысалы, үй тапсырмасын 100 есеп бересің, 50 есеп бересің, 10 есеп бересің, 1 есеп бересің, ол да қатты әсер етпейді екен. Ең бастысы, бала 1 есепті де түсініп шығарса, 100 есепті шығарудың да қажеті жоқ та, бір сөзбен айтқан кезде. Түсінетін болса бала. Мұғалімнің біліктілігі де осы жерде баланың білім сапасына қатты әсер етпейді екен. Жеке мұғалім біліктілігі. Ол мен оған 100% келсем. Неге? Өйткені менің өзім тәжірибемде болған. Мен осы директордың оқу жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып жүрген кезде бір мұғалім болды математикадан.
білімі мықты, олимпиададан да жақсы есеп шығарады. Сыныпқа сабақ бере алмайды, бірақ класты ұстай алмайды. Осы тұрғыдан да класста отырады, бір баламен жұмыс істеп кетеді. Қалған 15 бала, 14 бала қалып кетеді. Бір балаға есепті түсіндіріп, уақытын жоғалтып алады. Ол мұғалім индивидуальный жұмыс істегенге жақсы. Мына сыныпты алып жүруге оның педагогикалық құзыреттілігі жетпей жатыр. Қандай жағдайда балдарда орташа әсер етеді деген кезде, жаңағы саралап деңгейге бөлу, ол да жоғарғы емес, бірақ оқушының жалпы бірдей деңгейде алуына септігін тигізеді. Яғни біз осы методиканы қолданып жатырмыз қазір. Ол өз нәтижесін беріп жатыр қазір. Неге? Өйткені барлық мұғалім біледі. Мысалы, сыныпта 20 оқушы, 25 оқушы болды. Әрине ол әртүрлі оқушылар. Бүйтіп қарасақ, сыныпта отырған деңгейі әртүрлі. Мысалы, 25 оқушы деп қарастыратын болсақ, 25 оқушыны 5 топқа бөлейік. Или 4 топқа бөлейік. Өте мықты білдіретін 4-5 оқушы, өте әлсіз білетін, тіптен нашар білетін 4-5 оқушы міндетті түрде болады. Орташадан жақсырақ білетін 4-5 оқушы, орташадан төмен, или орташа білетін 4-5 оқушы болады. Дұрыс қой? Бәріміз оқушы болғанбыз, сыныпта да сондай болған. Енді мұғалім сыныпқа 4 немесе 5 деңгейдегі тапсырмаларды құрастырып келе ма? Вот бірінші сұрақ мұғалім соны қою керек. Жоқ. Алдында 3-4 деңгейдегі балдар отыр. Сабақты түсіндірген кезде қай деңгейде түсіндіреді мұғалім? Төменгі деңгейдегі бала түсінетіндей деңгейде ма? Или жоғарғы деңгейдегі бала түсінетін деңгейде ма? Әлде орта деңгейдегі бала түсінетін деңгейде ма? Көрдіңіз ба? Бір уақытта бірнеше деңгейде түсіндіру өте қиын. Болады. Қай кезде? IB халықаралық бағдарлама бар. Ол жерде оқушыларды деңгейге бөлмейді. Бағдарлама бар, A-level, AC level деп аталады, Кембридждің бағдарламасы. Ол жерлерде, мысалы IB бағдарламасы бойынша, мұғалімнің апталық жүктемесі 14 сағаттан аспау керек. Ойлайырыңыз. Яғни, 14 сағат болатын болса, онда сізде уақыт көбірек болады. Яғни, жаңағындай бір сыныпқа 3-4 деңгейдегі тапсырма құрастыруға физикалық тұрғыдан, логикалық тұрғыдан жеткілікті болу ықтималдығы бар. Бізде ше мұғалімдерде кемінде 20 сағаттың 24, 28, аптасына 28 сағаты бар мұғалім. Бір сыныпта қалай 4 немесе 5 деңгейлік тапсырмаларды құрастырып, сабақ процесінде соны жүргізеді және түсіндіреді. Ол мүмкін емес дүние. Сол себепті негізінде саралап оқытқан жақсы, тиімді. Яғни мұғалімге қай жағынан тиімді? Алдында барлығы бірдей деңгейдегі, или төмен деңгейдегі бала отыр, или жоғарғы, или орта. Яғни бірақ деңгейдегі тапсырманы құрастырады, береді. Солардың деңгейіндегі есепті түсіндіреді, мәтінді түсіндіреді. Енді әрине кез келген өзгерісті енгізген екен, оған бақылау керек. Олсыз болмайды. Просто бөліп жібересің, ал оқыта беріңдер деген дұрыс емес. Сабақтарға қатысам. Енді мен басында қыркүйек, қараша айларында қатыстым ғой. Есеп орындай алмайды оқушылар болды, деңгейге жете алмай жатқан, түсінбей жатқан оқушылар болды. Енді мұғалім солардың деңгейіндегі тапсырмаларды беріп жатыр да. Мысалы, математикадан кірдім, график сызу түсіндіріп жатыр да, X, Y координациясына. Оқушылар есеп шығарады. Мен 4-ші деңгейдегі сыныпқа кіріп көрдім. 2Y алынған 1. Мысалы, соның мәтінін тауып, координацияға нүктесін салады. Оңай ғой. Оңай. X-ның орнына мәндер берген. X 1-ге тең болса, 2-ге тең болса, 3-ге тең болса. Қарапайым деңгейдегі тапсырма. Енді 3-ші топқа келсеңіз, ол X квадрат. Квадрат болғаннан кейін күрделірек. Мен мысал ретінде, бір мысал ретінде келтіріп отырмын. Y, мысалы мынандай,
Ал екінші деңгейге келетін болсаң, уже координациясы берілген тапсырмасы одан да күрделірек. Егер де күрделі түсіндіріп тапсырманы төмен деңгейде түсінетін балаға отырғызып болсаң, оны түсінбейді. А мұғалімдерге осы өзгеріс өте қатты ұнады. Неге? Алдында бірдей деңгейдегі балалар. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебінде неге мұғалімдерде қатты қиындық жоқ? Өйткені бірдей деңгейдегі, шамалас бірдей деңгейдегі балдар ғой, өйткені іріктеп алды оны. Дарын мектебінде де тура осындай. Сол себепті ағылшын тілінен мысалы 9 сыныптарда 5 топқа бөліп тастадық. Қазақ, орыс араластырып. Өйткені ағылшын тілі, қазақ тілі орыс тілі қажет емес қой. Математиканы ондай бөле алмайсыз. Өйткені математиканы орыс сыныптарына орысша, қазақ сыныптарына қазақша түсіндіреді. Ағылшынша 5 топқа. Қаншалықты көп топқа бөлінген сайын, соншалықты мұғалімдерге оңай болады баламен жұмыс істеу. Алдында қанша бала отырған маңызды емес. 20 бала болсын, 25 бала болсын. Сосын бірінші, екінші топтағы балалардың саны көбірек. Мысалы, ең соңындағы балдардың саны азырақ. Неге? Өйткені мұғалім олармен көбірек жұмыс істесін деп. Бұл не үшін керек? Балаға біз негізі тек қана тақырыпты өтіп кете беру маңызды емес, шарт емес. Бізде сол қағида қалыптасып қалған. Бүгінгі тақырыпты оқып кеттім, білетін бала біледі, білмейтін 90% бала қалып кете береді. Оны қайдан білеміз? 10 классқа, 11 классқа келген кезде ұбт-ға дайындыққа келген бала жаңадан келеді, бізде көз алдымызда болады. 10 класстың баласы 2x қосылған 5 тең 3-ке тең, x қаншаға тең деген есеп шығара алмай отыр. Неге? Өйткені ол сыныпта жаңағыдай артында түсінбеді, басында түсінбеді, сол бойы түсінбей 10 классқа дейін келді, 11 классқа дейін келді. Ал нәтиже көрсететін кезде ештеңе жоқ. Айттық қой жаңағындай. Ол бірнеше жылдар бойы үйренетін дағды негізі. Осы дағдыны мына кішкентай кезінен бастап қалыптастыру керек. Кез келген өзгеріске дайын болу керекпіз. Бізде көп жағдайда ата-ана, қоғам дайын емес. Осы проблема жаңа деңгейге бөлген кезде көп қарама-қайшылық туындады. Басында ата-аналар сынып жетекшілеріне звондап, менің қызым неге 4-ші деңгей, әсіресе 4-ші деңгейге. 1-ші деңгейдегілер қуанып жатыр. Оларда не жоқ? 1-ші деңгейге түскендері. 2-ші деңгейге түсіп қалған кейбір ата-аналарда, менің балам мықты, неге 2-ші деңгейде, неге 1 емес. Сосын мен айттым сынып жетекшісіне, ата-ана келсін, мен жеке консультация беремін, телефонда жауап бермеймін. Жалпы негізінде саралаудың алдында мен толығымен ата-аналарға ақпарат жібергем. Осындай жүргізейін деп жатырық, осындай іс-әрекет болады, ол менің өзімдікі емес, мәліметтік көздерден алып, сараланып, осы жүйені енгізіп жатырмыз. Бірнеше мемлекеттердің де нелерін қойдым, қандай тәжірибе, қай мемлекет қалай нәтиже жеткен, соның бәрін жазып, әдемілеп тұрып жібергем ата-аналарға. Ол кезде ешқайсысы мән берген жоқ. Ешқайсысы не бөлген жоқ. Топқа бөлген кезде уже бабанып болды ғой. 4-ші топқа түсіп қалғандар, 2-ші топқа түсіп қалғанмен 4-ші топқа түсіп қалғандар көбірек не болды ғой. Қарама-қайшылық туындады. Сосын келді, маған еще бір ата-ана мынандай статья не жазып жіберген, заңдар. Қазақстанның заңы бойынша тағы балаларды бөлектеу. Мен айттым, шын мәнінде ол сіздің ойыңыз. Бала үшін басында балада да топқа бөлінген кезде ол дискомфортный болды. Қандай жағдайда? Өзінің сыныптастары емес, уже басқа балдар келгенге ғана дискомфорт болады оларда. Ал пән оларға наоборот плюс болды. Неге? Өйткені олардың түсінетін деңгейінде түсіндірді мұғалім. Оларға ұнап бастады. Бала шығаралды. Мен именно 4-ші топқа кірдім, 1-ші топқа кірген жоқпын, өйткені оны біліп тұрмын, олар орындайтын. Игеріп кетеді. 4-ші топқа кірдім, 4-ші топта жаңағы балдар есеп шығара бастады. Ағылшыннан орындай бастады тапсырмаларды. Неге? Өйткені солардың түсінетін деңгейінде. Ата-анаға соны түсіндірдім. Шақырып. Таңдаңыз. Сізде не? Балаға білім қалыптастыру ма?
или жалпы сыныпта отырып білім алмай кете беру ма? Выбор сізде. Мен бірінші топқа да отырғызып бере аламын балаңызды, егер сіз қаласаңыз. Бірақ алып кетпеу Бірақ талай. ол бала қиналады. Деңгейлес болмағаннан кейін. Деңгейлес болмағаннан кейін қиналады. Деп әдемілеп түсіндіргеннен кейін ата-ана түсінді. Қазір ата-аналар басылды. Уақыт өте келе түсінді, ата-аналар да соның нәтижесін, балдарында нәтижені көріп отқаннан кейін үндемей әзірше оқушы жаңағы екінші топқа түсіп қалған бір оқушыны ата-анасы қоймады. Менің қызым алып кетеді, үйреніп кетеді. Жарайды, мейлі. Мен на принцип жасамаймын. 2 ортада бала қиналады. Сөйтіп оқушы 2 апта отырдық, 2 апта где-то 10 сабақтан. Бірінші топта. Қиналды бірінші топта. Сезінді оқушының өзі, екінші топқа ауысайыншы деп. Ол уже білді деңгейдің маңызды екендігін. Маңызды екенін түсінді. Оқушы да түсініп тұр. Ата-анасына да түсіндірді. Да, енді бір пробел жаңағы шамалы екінші топтағы жаңа 2 апталық бірнеше тақырыптарды кешіктіріп алды да. Әрине, енді өзінің деңгейінде болғаннан кейін ол ештеңе емес, жетіп алады қуып. Мұғалімге айттық, тағы дополнительный беріп, жеткізіп алыңыз деп. Бірінші ситуация осы. Енді екінші несі, білесі мотивация балдарға 4-ші топтан 3-ші топқа өту, 3-ші топтан 2-ші топқа өту. Яғни ол мүмкін, егер деңгей жоғарылап жатса. Мүмкін. Ондай болды да, бір оқушылар, яғни көтердік. 2 апта сайын, яғни 3 апта сайын мониторинг аламыз. Мониторинг нәтижесін тексеріп, кері байланыс береміз. Мониторингтен жақсы нәтиже көрсетіп отқан, сабақта жақсы нәтиже көрсетіп отқан оқушыларды көтереміз. Яғни 4-ші топтағы оқушылардың саны азайып жатыр. 3-ші топтағы, 1-ші топта, 2-ші топта көбейіп жатыр. Қорқыныш жоқ. Базында мұғалімдер айтқан, менің 1-ші топтағы менің оқушым 20 болып кетті, 21 болып кетті. Мен айтам, қағидан айтам, сыныпта қанша бала отыру білім сапаға маңызды емес. Неге? Өйткені алдыңызда бірдей балдар жинап бердім ғой мен сізге. Вот, жұмыс істеңіз бірдей балдармен. 30 бала болса да өткізе бересіз. Қиындық жоқ қой. Ол уже не жасалып қойған, дәлелдеп қойған методика. Бұл енді менің өзім тәжірибемнен де өтті. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасап жүрген кезде гранттан түсіп қалатын оқушылар болады. Өркен гранты дейді. Өркен гранты 1 жылға ғана беріледі. Ол яғни 7-ші сыныптың соңына дейін. 8-ші сыныптан бастап өркен гранты жарамайды уже. 8-ші сынып, 9-ші сыныпта өркен грантынан айырылып қалатын оқушылар болады. Яғни гранттан түсіп 3 пәннен 3-ке шықса жылдығы, ол гранттан түседі. Гранттан айырылады. Яғни мектептен шығарылады. Сол орындарға ақылы түрде балдарды қабылдаймыз. Мен ақыл түрде қабылдаған кезде тест қабылдаймыз. Тест аламыз. Тесттен нәтиже нашар екені көрініп тұрады. Ата-анаға бірден түсіндіремін. Құрметті ата-ана, сіз орта жақсы, тәрбие жақсы, қауіпсіз, бірақ баланың психикасына, психоэмоциясына кері әсер етуі мүмкін. Қандай жағдайда? Бала сыныптастардан төмен өзінің деңгейін сезінеді. Ол факт, сезінеді. Неге? Алғашында мен оны білген жоқпын, бірақ уақыт өте келе сол нәрсені көріп отырмын күнде. Балада да желание болмайды даже балада оқуға. Неге? Өйткені мұғалім анау жаңа ақыл деңгейде алған төмен деңгейдегі баланың деңгейін түсіндірмеді ғой. Қалған 95% деңгейдегі баланың деңгейінде түсінеді. Анау бала ол түсінбей отыра береді. Әрине мықты бала болса, алып кетеді, сөз жоқ. Жаңа деңгей төмен болатын болса, бала кәдімгідей сынып қалады. 90-дыққа ол жерде ақылы түрде оқитын бала,
ақылы түрде оқымайтын бала деп қарамайды ғой, өйткені мұғалім білмейді ақылы түрде оқитын балаларды, да біз айтпаймыз да. Иә, біліміне қарап Қоя береді, өмір пәннен ішке шығып кетеді 90-дыққа. Жаңа ақылы түрде оқитын балалар. Өйткені деңгей жетпейді. Дальше сөйтіп жүре береді. Мен айтамын, ертең балаңыздың біріншіден жарты білім ала алмайды мына жерден. Просто орта деп отырғызбасаңыз. Неге? Жаңағындай ортаға байланысты өзгеріп кетеді деген ол ілеуде біреу ғой негізі. 1000 баладан біреу ғана. Негізінде ол қандай балалар? Оның логикасы бар. Негізінде білімі мықты балалар, просто жалға оқымай жүретін балалар да. Жаңағындай ортаға келген кезде өзінің жаңасы ашылады да. Енді физиология деген нәрсе бар. Әр адамда әртүрлі. Біреу ерте жетіледі, біреуде кеш жетіледі, біреуде баяу, біреу ойлау деңгейі жоғары, біреудікі төмен. Жаңағы көп жағдайда ата-аналар жиналысында не болады ғой? Ата-аналар мен мұғалімдердің арасында келіспеушілік болып қалады да. Сіздің балаңыздың интеллектісі төмен деп айтты деп. Намыстанады ата-ана. Интеллектісі жоқ деп айтты, қабілеті жоқ деп. Қабілеті жоқ деп айтты. Қабілет деген де ол жайдан жай келетін дүние емес қой негізінде. Мен мысалы өзім ауылда жаңағындай ауылда өстік. Сабақты оқитын қатты. Бірақ менде жаңағындай бір мысалы текстті жаттау үшін или бір гуманитарлы пәндерден шамалы төменде болмау негізінде мен жаттау үшін бірнеше мәрте 10 рет қайталайтын жаттап алу үшін. Ол мен қабілетіме байланысты ғой. Ал біреу болады, бір рет оқиды да жаттап алады. Ол енді адамның физиологиясы, онымен сен не жасай алмайсың. Ол солай жаратылған, болды, көнуге керексің. Әр адамның қабілеті әртүрлі. Әр адамның қабілеті әртүрлі. Бір адамның қабілеті төмен, бір адамның қабілеті жоғары. Соған байланысты баяу болса да нәтижеге жеткізудің жолын қарастыру керекпіз біз. Алдындағы 3-4 оқушымен жұмыс істеп, қалған оқушыларды ысыра салмау керекпіз. Солай кете беретін болса, 7, 8, 9, 10-ға дейін келеді, ақырында есеп шығарылмайтын болады. 10-11 классқа келген кезде бітті ғой, 11 класста уже ұбыты ғой. Есеп шығарылмай тұрады. Ал ол жаңағы көппен бірге жүре берген. Ата-аналарға осы нәрсені түсіндірдім. Мен өзіңіз таңдаңыз. Баланың да қалауы ол емес. Жалпы соңғы түйіндейтін сұрақ болсын. Алдағы уақытта жоспар қандай? Жалпы алдағы уақытта мынау оқушылардың бағалау жүйесін жалпы былай бөлеміз да біз. Формативті бағалау және суммативті дейді ғой. Формативті бағалау дегеніміз не? Күнделікті оқушы қалай білім алып жатыр, не үйреніп жатыр. Сол. Ал ең соңғы қорытынды не? Балада. Егер Қазақстанның жоғары оқу орындарына түсетін болса, ұлттық бірыңғай тест. Ал шетелдік оқу орындарына түсетін болса, IELTS, SAT емтихандары. Міне. Соған жету үшін біз 7-ден бастап қадам жасау керекпіз. Алдағы уақытта біз уақытты көп созбау керекпіз негізі. Дағдыны төмен сыныптан бастап қалыптастыру керекпіз. Қазір жоспарлап жатқанымыз 9 сыныптан бастап бізде келесі бір жақсы профориентация жақсы жұмыс жасайды. Мамандықтан профориентаторымыз бар, екеу шетелде оқып келген, біреуі Америка құрама штатындағы Огайо университетінде оқыған, екінші Венгрияда магистратурада болашақ бағдарламасымен оқып келген. Профориентаторлар жаңағы шетел жоғары оқу орындарына қалай түсуге болады, қазақстандық және мамандыққа байланысты
оқушыларды біз мына химфарм зауытына және көптеген өндіріс орындарына алып барамыз, балаларды үйрене берсін деп. Енді мен қазір бірлесе жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта 9-шы сыныптан бастап балаларды мамандыққа байланысты тереңдетіп оқытамыз ба деп қарастырып жатырмыз. Яғни 9-шы сыныпта балдар примерно выбор таңдау қалыптастырады. Яғни жаңағындай класстар: химия, биология классы, физика, информатика класстар, гуманитарный класстар деп бөлсек па деп жатырмыз. Яғни солардың сағаттарын көбейтеміз. Бір класста барлығына бірдей көбейте алмаймыз әрине. Неге? Өйткені апталық жүктеменің шегі болады. Асып кетпеу керек. Яғни кім медицинаға, инженерияға баратын болса, мына жаңағы физика, инженерияға баратын болса, физика, информатика, IT саласына баратын болса, сол класста таңдасын. Кім медицинаға, ауыр шаруашылық, агроном, мал шаруашылығы қарай баратын болса, химия, биология класстарын. Кім бөлек гуманитарный бағыты болатын болса, гуманитарный класс таңдап. Солай балдарға выбор беріп көрейін деп жатырмыз. Неге? Өйткені 11-ші класста бізде бала 11-ші классқа келген кезде не таңдайтын, кім болатынын білмей жүреді. Алдағы жоспарды осы 9-шы сыныптан бастап балдарға бағыт берсек, 9-да өзі ойланады. Ананы оқып көреді, мынаны оқып көреді, ізденіп көреді. Менікі ме, менікі емес па? Алда уақыт болады. 10-да өзгертуге, 10-да 11-де тұрақтылыққа келу керек болар. Осы бағытты ұстау керекпіз ғой біз. Бізде жалпылама барлық пәнді оқыта беру негізінде баланың выбор таңдауына шектеу қойылады. Қандай шектеу деген емес, баланың қай бағытта жүретінін әлі белгісіз болып жүреді ғой. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектептерінде жақсы қойылған ол жүйе. Олар жаратылыстану математика бағытында 10 класстан кейін, олар 11-ге өткен кезде, олар бір пәнді таңдайды, болды, сонымен қалады. Химия, биология, физика, информатика. Өзі тек жаратылыстану бағыт қой, инженерия сол бағытта жүреді. Болды, гуманитарный бағыт жоқ. Егер бала гуманитарный оқығысы келетін болса, өздігінен оқиды, немесе мектепте ауыстырады. Яғни болашаққа қадам басуды қазірден ықпал жасап, өзінің бағытын, мамандығын таңдауға көмек көрсету. Осындай өзгерістер болады бұйырса, болашақта. Бұл өте қазіргі таңда оқушылар үшін де өте жақсы ықпал ету әрекет деп білеміз. Себебі көп оқушылар 10 сынып, 11 сыныпқа барған уақытта мен мамандық таңдасам қалай болады, өзгеріс, алдын ала дайындық болмаған екен, нәтиже де төмен болуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Өте керемет. Сосын біздің 7-ші класстан бастап атқан SAT форматындағы және оқытып жатқандарымызда плюсы, мынау қазір біздің ұлттық бірыңғай тестімізде өзгерістен отыр ғой. Қай форматта екенін білмейді. Бірақ сол шетелдік халықаралық деңгейдегі форматта болады ғой деп. Сол біз қазір 7-ші сыныптан бастап сол бағытта жүріп жатырмыз. Қазірден бастап жатырмыз. Биылдан бастап, яғни біз білім ғылым министрлігі тарапынан, әділет министрлігі, оқу ағарту министрлігі тарапынан ұлттық бірыңғай тесті өзгерісі болмай жатыр, біз сол бір қадам алда жүрміз. Болашақта оқушыларымыз жақсы нәтиже көрсетеді деген сенімдеміз. Жалпы біршама жұмыстар жасалып жатыр. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бұйырса, білімді, білікті, елге қызмет жасайтын оқушыларымыз, білімді азаматтарымыз көбейе берсін. Білім жолында өзіңізге және де оқушыларға, білім ізденушілердің барлығына сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің подкастымыз, бүгінгі сұхбатымыз пайдалы болды деп сенеміз. Келгеніңізге үлкен рахмет. Зияткер білімді бағалайтындар үшін.